Қазақстан халықтарының тілдер күні мерекесіне орай өңірдегі дарынды жастар ағылшын жазушысы Уильям Шекспирдің Ромео және Джульетта шығармасын бір мезгілде 3 тілде сахналады. Қойылымда Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің жоғары сынып оқушылары дайындаған. Мектеп театрының жаңа туындысын тамашалауға келгендердің қарасы көп. Олардың арасында шетелдік ұйым өкілдері, мектеп ұстаздары және ата-аналар да бар. Мюзикл жанрында орындалған әдеби шығарма әуелі қазақ тілінде, кейін көлеңке театр арқылы орыс тілінде сахналанса, ендігі бір бөлігі ағылшын тілінде жалғасын тапты. Тілдер мерекесі апталығының шымылдығын ашқан бұл қойылым арқылы оқушылар тілдерді тек сабақта ғана емес, өнер арқылы меңгеруге болатынын мойындатқандай. Мемлекетімізде жүргізіліп жатқан үш тұғырлы тіл саясатының қолданысының нәтижесі деп айтуға болады. Сол сияқты халықтар достығы, әлем мәдениетінің тарихын білуге бағытталған мектебіміздегі жұмыстардың бірі. Бұл қойылым болашақта да қалың көрерменге жол тартады деген сенімдеміз. Мировая классика на школьной сцене. В рамках празднования Дня языков народа Республики Казахстан в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления города Атырау была организована неделя языков. Значительным событием явилась постановка мюзикла «Ромео и Джульетта» по одноименной трагедии Уильяма Шекспира на 3 языках – на казахском, русском и английском. Несмотря на то, что жанр мюзикла является одним из сложнейших, ученики смогли подготовить постановку спектакля за короткий срок. Увидеть мировую классику в исполнении талантливых молодежь собралось немало зрителей, среди которых были не только ученики и учителя школы, родители, но и иностранные гости, отметившие всю глубину данной постановки. Полное погружение в спектакль, ощущение присутствия на сцене, виртуозные хореографические и вокальные данные, изысканные костюмы, декорации, экспрессивная музыка. Особый интерес вызвало выступление учащихся членов кружка театра теней. И несмотря на то, что учащиеся говорили и пели одновременно на 3 языках, молодым актерам удалось раскрыть духовный мир героев, показать их характер, мысли и чувства. Цель постановки – это пропаганда трехязычия, а также результат работы учителей, учащихся в плане развития трехязычия. Это не первый номер, не первый спектакль, который имеет возможность быть показанным на 3 языках.